Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді булочки синнабон пісіреміз. Ол үшін 300 мл жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосып араластырамыз. 5-10 минутқа қоямыз. Енді дрожжи көтерілген соң 70 грамм қант қосамыз. 2 жұмыртқа және 80 грамм еріген сары май қосамыз. Араластырамыз біркелкі масса болғанша. 600-700 грамм ұнды 2-3 рет бөліп, қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспау керек. Ұн әртүрлі болғандықтан көптеу немесе аздау кетуі мүмкін. Бақылап отырасыздар. 1-1,5 сағатқа жылы жерге қамырдың көтерілуін күтеміз. Қамыр көтерілген соң оқтауменен жаямыз. Қалыңдығы жарты сантиметрдей болуы керек. Енді қамырға үй температурасындағы еріп тұрған 50-70 грамм сары майымызды бір тегіс қылып жағып шығамыз. Синнабонның ішіне себетін қант пен корицамызды дайындаймыз. 100 грамм қантқа 30-40 грамм корица қосып араластырамыз. Жаққан майымыздың үстіне корицамызды бір тегіс қылып сеуіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Енді қамырымызды рулет етіп ораймыз. Шетін рулетіміздің түйіп шығамыз. Синнабонымыз ашылып кетпеу үшін. Енді рулетті жіппен немесе өткір пышақпенен порцияларға кесіп шығамыз. Синнабондарды противенге теріп 10 минутқа тынықтырып қоямыз, яғни расстойкаға қоямыз. Уақыт өткен соң 180 градуста 25 минут, 30 минут пісіріп аламыз. Синнабонның үстіне жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм творожный сырға 2 ас қасық қант қосамыз және 3-4 ас қасық сүт қосып араластырамыз. Піскен ыстық синнабонымыздың үстіне кремімізді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Синнабондарымыз дайын, өте дәмді, дәмі ерекше болып піседі. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Көңілдерінен шығады міндетті түрде. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.